Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты күрделі функцияның туындысы. Күрделі функцияның туындысы. Балалар, біз білеміз, күрделі функция дегеніміз бір функцияның ішінде екінші бір функция бар деген ұғымды білдіреді. Күрделі функцияның жалпы түрі y тең x тен g-дан f деген түрде болады. Бұның ішіндегі gx-ті ол тең болады x тен g деп алатын болсақ, бұны функцияның ішкі бөлігі деп айтамыз. Ал y тең u-дан f функциясын сыртқы бөлігі деп айтуға болады. Осы жағдайға бір мысал қарастырып кетейік. Y тең болады түбір астында 2x плюс 1 деген функция берілсін. Бұл күрделі функция, себебі бізде y-іміз тең болады түбірдің астындағы u-ға. Бұл функцияның сыртқы бөлігі. Ал u-дің өзі тең болады түбірдің астындағы 2x плюс 1. Мұнаны u деп белгілеп аламыз. Бұл ішкі бөлігі деп аталады. Күрделі функцияның туындысын табу ережесі мына формуламен өрнектеледі. F(x)тан g күрделі функцияның туындысы тең болады. Бірінші функцияның өзінен туындаламыз. X-тан g. Содан кейін барамыз да көбейтеміз, жаңағы ішкі функцияның туындысын тауып аламыз. Мына түрде болып жазылады негізгі күрделі функцияның туындысы. Енді бұл туынды қайдан пайда болды, қалай таптық? Сол үшін түсініктеме беріп кетейін. Берілген f деген функцияның gx деген аргументі болып табылады. Аргумент ретінде қарастырамыз да, сосын барып f(x)ті, яғни туындысын табу дегеніміз x тен g функциясы. Осы бұның сыртында туындысын табу үшін бірінші f функциясынан туынды табамыз. Үлкен сыртқы функциясынан туынды табамыз. Содан кейін барамыз да gx-тің өзін жазып қоямыз. x тен g деп оқимыз, балалар. Содан кейін барып жаңағы ішкі бөлігінен туынды табамыз. Міне. Жіктеп айтқанымыз осыған тең болды. Яғни осы екеуді бір формула сендерге түсінікті болсын деп жіктеп жатырмын. Осы функциямен біз айқындаймыз. Өзіміз білетін жұмыртқаның бөліктері ретінде қарастырып, сыртқы бөлігінен туындаламыз. Содан кейін барып ішкі бөлігінен туынды аламыз. Яғни жұмыртқаның қабығын ашу ретінде қарастыруға болады. Ақ уызы мен сары уызы өзгеріссіз қалады деп қабылдауымызға болады. Мұндағы y тең мына x тен g f функциясы берілетін болса, мынау күрделі функцияның жалпы түрі болады да, оның ішіндегі функциямыз біздің ішкі бөлігі, яғни жұмыртқаның сары уызы, мынау сыртындағысы ақ уызы деп ұғынуға болады. Енді осы тақырыпқа біз жұмыртқаның қабығын ашып тастау нәтижесі ақ уызы мен сары уызын деп қарастырып, туындысын табуды есептеп көрейік. Соған бір мысал қарастырайық. Енді есеп шығарып көрейік. Мынандай бір функция берілсін. Y тең болады. Жақшаның ішінде 6x минус 13-тің 5 дәрежесі деген функция берілсін.
осы функцияны, жаңа күрделі функция екені белгілі, мына жақшаның ішіндегі ішкі функциясы, яғни сары уыз деп қабылдайық. Олай болатын болса, былай етіп жазамыз. FO тең болады U-дың 5 дәрежесіне. Мына жердегі 5 дәреже осы жерге келіп өрнектеп отырмыз, иә? Түсінікті ғой. Ал енді өзіміз білетін x-тен U функциясы 6x минус 13 болады. Яғни жалпы жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын жазып алдық, е? Сонда берілген функцияның туындысын табу үшін қарастырамыз. U-дың 5 дәрежесі дегеніміз өзіміз білетін дәреженің туындысы бойынша 5 дәрежесі алдына түседі. U 1 дәрежесі кеміп жазылады. Мына жерде ол өзімізге белгілі. Ал U штрих x, x-тен U-дың туындысы тең болады. Неге балалар? 13-тен туынды тапсақ, тұрақ санның туындысы 0-ге тең, x-тің туындысы 1-ге тең. Сонда мына жерден бізге туындыда 6 шығады. Олай болатын болса, жаңа күрделі функцияның формуласына салатын болса, y тең болады 5 U-дың 4 дәрежесі көбейтілген U-дың туындысы тең болады 5 көбейтілген 6x минус 13-тің 4 дәрежесі көбейтілген 6-ға. Әрі қарай есептейміз. 5 пен 6-ны көбейтсек 30 шығады. Жақшаның ішінде 6x минус 13-тің 4 дәрежесі шығады. Яғни есебіміз шықты деген сөз. Бұл мысалды біз дұрыстап қарастырып шықтық. Есеп аяқталды. Oldu mu? Енді тура осы тәсілменен келесі бір мысалды қарастырайық. Y тең болады. Мынаны екінші тәсіл дейік, мынаны шығарған есебіміз бірінші тәсіл дейік. Y тең болады. Жақшаның ішінде 2x-тің квадраты минус 3-тің 5 дәрежесі функциясы берілетін болса, осы функциясының туындысын тауып есептеп көрейік жаңағыдай. Енді жаңағыдай емес, кішкене жаттықтық. Яғни мынаны U деп белгілеп алатын болсақ, U-дың 5 дәрежесі алдына түседі 5 дәреже. Ішкі функция жазылады. X квадрат минус 3-тің 4 дәрежесі көбейтілген 4. Мынадан туынды табамыз, яғни мына жерде 3-тің туындысы 0-ге тең болады. 2x квадраттың туындысы 4x-ге тең болады. Енді коэффициенттерін көбейтетін болсақ, 20x жақшаның ішінде 2x-тің квадраты минус 3-тің 4 дәрежесі болды. Міне біз екінші мысалымызды аяқтадық. Үшінші мысалымызды қарастырайық, балалар. Күрделі функцияның туындысында жаңа алғашында жеңілдеу есептерді қарастырдық. Енді деңгейге байланысты, деңгейлік тапсырмаларға байланысты есептерді күрделендіреміз. Y тең болады. Түбірдің астында 3x-тің квадраты плюс x деген функция берілсін. Осы функцияның туындысын табу керек. Яғни біз түбірдің астындағы беріліп тұрған өрнекті U деп белгілеп аламыз, өзімізге түсінікті болу үшін 3x-тің квадраты қосылған x деп белгілеп аламыз. Сонда түбірдің астындағы U тең болады 1 бөлінген 2-е, 2-ден 1 деп аламыз ғой мына нені. Өздерің білесіңдер, туындысын тапқан кезде 2-ден 1 деп аламыз, түбірдің астында U қалады. Түбірдің астында U болады. Көбейтілген U-дың туындысы. Осылай екені белгілі. Енді күрделі функцияның туындысының формуласын өзіміз білеміз. Сол формулаға салатын болсақ, y' тең болады 1 бөлінген 2. Түбірдің астында U-дың орнына мәнін қоямыз, олар 3x-тің квадраты қосылған x болады. Көбейтілген. Енді мына U-дың туындысын жазамыз, яғни түбірдің астындағы өрнек
3x-тің квадраты қосылған x-тің туындысын табуымыз керек. Сол уақытта бізге мынандай өрнек шығады. Түбірдің астында 3x квадрат қосылған x-тің бөлімін өзін жазып қоямыз. Алымында 1 тұрады. Енді кезек мына өрнектен туынды табамыз. 3x-тің квадратынан туынды тапқан кезімізде 6x шығады. Ал x-тің туындысы ол 1-ге тең болады. Сонда қосылған 1 деп жазамыз. Тең болады. Мына өрнекті көбейтіліп тұрған өрнекті бөлшектің алымына көбейтіп жібереміз. Сонда 6x қосылған 1 қалады. Бөлімінде 2, түбірдің астында 3x-тің квадраты қосылған x деп берілген функциядан туынды таптық. Туындымыз мына қалыпта болады. Енді балалар, осы есепке ұқсас есепті бірігіп тездетіп шығара аламыз деп ойлаймын сендерменен. Кәні қарастырып көрейік. Y тең болады. Түбірдің астында 1 минус x-тің кубы. Осы функцияның туындысын қарастырып көрейік. Яғни y штрих тең болады. Түбірдің астында 1 минус x кубтың x-тің үштіресін туындысын табу керек. Енді тура жаңағыдай етіп, түбірден туынды табу ережесін пайдаланамыз. 1 бөлінген 2, түбірдің астындағы өрнек өзі сақталып қалады. Көбейтілген x-тің 3 дәрежесі, алдындағы минусты ескереміз балалар. Сол уақытта минус 3x-тің квадраты болады. Мына өрнектен туынды табамыз ғой, бірден туынды 0 шығады. Мына жерде минус 3x квадрат болады, тең болады. Берілген өрнекті алымына көбейтіп жазатын болсақ, түбірдің астында 2, түбірдің астында 1 минус x-тің кубы, алымындағы минус бөлшектің алдына шығады. 3x-тің квадраты болады. Міне есебіміз шықты. Енді тағы бір жеңіл есепті қарастырып көрейік. Ол жағдайда біз жаңағы дәреженің туындысы деген тақырыптарды пайдаланамыз. Тек қана күрделі функцияның туындысы үшін. Y тең болады. Жақшаның ішінде 8x-тің 5 дәрежесі минус 5x-тің квадраты. 5x-тің 8 дәрежесі кішкене күрделірек болу үшін. Осының 12 дәрежесі болсын, осындай функция берілетін болсын. Осы функцияның туындысын тауып көрейік. Y штрих тең болады. Мына 12 деген дәреже алдына келіп түседі. Бұл үлкен берілген функциядан туындалған кезде. Яғни 8x-тің 5 дәрежесі минус 5x-тің 8 дәрежесі. Жердегі дәрежеміз 1-ге кемейді. 11 дәреже көбейтілген. Енді келесі мына берілген ішіндегі өрнектен туынды табамыз. 8 бен 5 көбейтілген уақытта жақшаның ішінде 42-тің 4 дәрежесі болады. Мына 8 бенен 5 екеуі көбейтіледі, тағы да туындысын тапқан уақытта минус деймізді, тағы да 40x-тің 7 дәрежесі қалады. Міне осылай есеп шықты. Енді есепті күрделендіре отырып, 6-шы бір есептің жобасын қарастырайық. Мынандай бір күрделі функция берілсін, бөлшек түрінде берілген. 1 бөлінген 3x минус x квадраттың 4 дәрежесі деген функция берілсін, осыдан туынды табайық. Есімізге күрделі функцияның туындысын есімізге саламыз. Өздеріңізге белгілі. Бұл туындының неге тең болатынын білеміз. Бірінші функцияның өзінен туынды алып аламыз. Содан кейін барып, ішкі функциядан туынды аламыз. Енді осы жағдайды қарастырып отырамыз да, осыны мына бөлшектің туындысын алып барып саламыз. Бөлшектің туындысы деген өздеріңізге белгілі. Мына беріліп тұрған 3x минус x квадратты u деп белгілеп алатын болсақ, онда былай етіп жазамыз.
бір бөлінген u мына жерде 4 дәреже, 4 дәрежесінің туындысы тең болады. Бөлшекті есептеп отырсақ, мына өздеріңізге белгілі. Бөлшектің туындысы бөлімінің квадраты, алымдағының туындысы бөлімінің көбейтіндісі, одан кейін минус алымындағы өрнектің өзі де бөліміндегі өрнектің туындысы болатын. Содан есептей келгенде минус 4 бөлімінде u-дің 5 дәрежесі көбейтілген u-дің туындысы міне осындай қалыптан шығады. Өткен тақырыптарды есімізге алып отырамыз. Көбейтіннің бөлшектің туындысын бәріміз білеміз, бұрыннан есептеп келе жатырмыз. Бөлімінде жаңа өрнектің өзі сақталады. 3x минус x-тің квадраты 5 дәрежесі алымында минус 4 сол қалпында қалады. Көбейтеміз. Енді өрнектің бөліміндегі сандарды жазамыз. Туындысын табайық енді осыны. Тең болады. Минус 4-тің өзі жазылады. Бөлімінде 3x минус x квадраттың өзі жазылады. Көбейтілген мынадан туынды табамыз. Енді көріп отырсыздар. 3x-тен туынды тапқан уақытта 3 шығады. Содан кейін барып x квадраттан туынды тапқанда 2x шығады. Ары қарай есептейміз. Минус таңбасын қалдырып қоямыз. Бөлімі жазылады. 3x минус x-тің квадраты жазылады. Алымында 4 көбейтілген 3 минус 2x қалады. Есеп аяқталды. Дегенмен де кері байланысқа тура осыған ұқсайтын есептер беремін. Өткен тақырыптардың барлығын қорытындылаймыз, есімізге саламыз. Бүгінгі өткен күрделі функцияның туындысының формуласын тағы да бір рет қайталаймыз. Сосын өткен сабақтардағы бөлшектің туындысы, одан кейін барып көбейтіннің туындысы, одан кейін барып берілген күрделі функцияның туындысын есімізге алып есептеуді шығарамыз. Сау болыңдар, сабақ